Не? Қане жүрегің? Қане, о. Армияда жүріп мүгедек боп қалған Ербаян Мұхтардың ісіне қатысты ұлттық ұлан бас қолбасшысының орынбасары пікір білдірді. Генерал-майор Қайрат Үмбетов жауынгердің әскерде жүріп комаға түскеніне ұрып соғу себеп болды деп айту әлі ерте екенін мәлімдеді. Солдат на самом деле в 2 часа ночи 15 минут проснулся, прошел в туалет. Там есть свидетели, которые видели, как он упал. На сегодняшний момент идет следствие. Следствие, которое проводится военно-следственными органами Министерства внутренних дел. И сегодня рано говорить о том, что кто-то Мухтар Ербаян ударил. Естеріңізге салайық, былтыр желтоқсан айында Алматыдағы 55-71 әскери бөлімнің ұлттық гвардиясында борышын өтеп жүрген Ербаян Мұхтар комаға түскен болатын. Әскери бөлімдегілер оның әжетханада құлап басын плиткаға соғып алғанын айтып, бұл оқиғаны жазатайым жағдай деп түсіндірген. Алайда туыстары бұған сенбейді, қазір ата-анасы Ербаянды шетелге емге кетуге қамданып жатыр.